халыққа ақша беріледі. Барша тез көрсін. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Және қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды бірінші жерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бір дана лайк және жазу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз қабатуланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсын жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз басадық. Қазан айындағы мереке күндеріне орай қай өңірлерде 34.500 теңгеден берілетіні белгілі болды. Қарттар күні және республика күніне орай Қазақстанда аға буын өкілдеріне бір жолға материалды көмек көрсетіледі. Қарттар күні және республика күніне орай Қазақстанда аға буын өкілдеріне бір жолға материалды көмек көрсетіледі, деп хабарлайды Массагет кз тілшісі. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова брифингде барысында айтты. Қарттар күніне Астана қаласында, Қарағанды, Маңғыстау, Түркістан, Жетісу және Ұлытау облыстарында, сондай-ақ республика күніне Ақмола және Павлодар облыстарында аға буын өкілдеріне 2-ден 10-ға дейін мөлшерде шамамен 1,9 миллиард теңгеге 234 мың адамға бір жолға материалды көмек көрсетілетіні белгілі болды, дейді министр. Басқаларда тезірек хабардар болу үшін видеоролигімізді достарыңызға таратуды және де лайк басуды ұмытпаңыз, қымбатты көрермен.